Түнде ұйықтап жатып аяғыңыз тартылатын болса, онда осы видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Жалпы түнде ұйықтап жатып аяқ тартылатын, содан кейін оянып кететін сәттер болады. Кейбірінде жиі болуы мүмкін. Түнде аяқ тартылғаны қорқынышты, әрине, бірақ та оның себебін, негізгі түпкілікті мәнін түсінетін болсаңыз, онда оның аса қорқынышты жағдайы жоқ. Оның себебі жалпы мынада. Медицина оны былай деп түсіндіреді. Адамның ағзасында магний минералы азайып кетсе, бұлшық жиі тартылатыны көрінеді. Әсіресе балтыр мен жамбас жақтағы бұлшықтар тартылады екен. Ал магний бұлшықтың жиырылып тартылуын жақсартатын минерал. Ол азайып кететін болса, бұлшықтың бұл қызметі бұзылады да, шырт қимылдап аяқ тартылып қалады. Ағзада магний аз болатын болса, кальций мен калий де азайып кетеді екен. Бұлар жетіспеген соң бұлшық әлсіз болады, құрсып қалу жиілейді. Адам ағзасы қартайған сайын тағамнан магнийді сіңіріп алу қиынға соғады. Магнийдің ағзада азайып кетуіне де бұл да бір себеп екен. Және де Д дәрумені азайса да жақсы емес, ол да магнийдің азаюына әкелетін бір көрінісі болып табылады. Ал магний қандай тағамның құрамында кездеседі? Магний бұл дәнді дақылдардың, бұршақтардың, көкөніс, жұмыртқа, алма, жаңғақ, күнбағыс, сәбіз және де салат жапырақтарында осы магний элементі өте көп кездеседі екен. Екінші бір себебі, адам күні бойы тік тұрса, немесе қатып, немесе бір орында отыратын болса, бұл да бұлшықтың қызметін бұзатын көрінеді. Мамандардың айтуынша, ересек адамның 60%-ында осы аяқ тартылу кездеседі екен, яғни ересектердің жартысынан көбінде. Егер аяқ тартылу жиілейтін болса, онда неврологқа қаралғаныңыз абзал. Сіздермен бірге болған оңай медицина. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.